жаңа мен видеомды көріп, кісілер келген екен, мынандай ескі Camry 35, соның жаңағындай осындай простой кілтімен келген ғой, соған мынандай әдемі хромированный четкиға жасауға бола ма деді. Негізі бұларда заводской өздерінде болады, көрейік дедім, остановить етіп. Соны енді осындайға жазып жатырмыз, қалай жазатын мен сіздерге көрсетіп берейін. Көп білмейді. Негізі мына жаңа машиналарда бұлай ручной жазылмайды, ескі машиналарда ручной жазыла береді. Егер сізде осындай өзі пульт болған болса, қалай жазу керек екен, мен сіздерге көрсетемін. Бірінші есіктің бәрі жабық болу керек. Ашамыз да мынаны бәрі екі рет тағамыз, одан кейін бір екі рет, одан кейін бір рет жабамыз, саламыз, одан кейін қайтадан тағы да екі рет жауып ашамыз, одан кейін саламыз, есік жабамыз, зажиганияны қосамыз, өшіреміз, шығарамыз. Программаға кірді машина, қабылдауға кірді. Енді біз мынаны енгіземіз осыған. Оны енгізу үшін жабатын ашатын басып тұрасыз да, одан кейін басасыз. Немесе бүйтші басып тұрып 3 секундтай міне. Программаға енді программадан шығарып, жауып тексереміз. Жабып тұр, жабылды, ашып тұр. Керемет. Жабып тұр, ашып тұр. Күшті. Енді кілтті мына жерге қазір кілт ойып салам. Сонымен полноценный мынау запас болып қалады. Полноценный сізде кілт жауып ашылып істейтін болады. Хабарласыңыздар, мына жерге Toyota эмблема түседі. Сонымен полноценный әдемі кілт болады. Кейкод деген компания бұл сырым бауырымыз жасалады. 5P жаңағы Magnum мен Diggermanның алдына хабарласыңыздар. Төменге адрес қалдырамыз, WhatsApp. Міне достар, сонымен мына несін жасадық, кілтін жасадық. Тексереміз. Эмблемасымен полноценный болды. Старый мынандай болған. Обычный. Бұл үйде енді запас болып қалады. Осымен жүресіз. Четкі ғой. Жама. Боран болды. Бұл негізі ішінде микросхемаға программа жасадық. Автоматически ашылатын болды қазір. Осы программаны құйғаннан кейін жаңа сіздерге көрсеткен қалай ручной жазылады. Ал одан жаңа машиналар ручной жазылмайды, пуштарда оны программамен жазу керек, компьютеріне кіріп. Егер осындай кілттер керек болса, ескісі, жаңасы, пуштар барлығын жасайтын боламыз. Хабарласыңыздар. Все, болды.